Банктердің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында агенттік тарапынан Supervisory Review and Evaluation Process әдістемесі бойынша тұрақты түрде қадағалап бағалау жүргізіледі. Бұл бағалау Еуропалық орталық банктың стандарттарына негізделген халықаралық әдістеме бойынша жүзеге асырылады. СРЭП аясында банктердің бизнес моделі, тәуекелдері, өтімділігі және корпоративтік басқару жүйесі бағаланады. Бұл банк қаншалықты тұрақты екенін анықтауға және қажет болған жағдайда қосымша капитал талап етуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Қазақстанда осы әдістеме бойынша 21 банк бағаланады. Процесті тиімдірек ету үшін сандық және сапалық деректерді талдап, шешім қабылдауды жеңілдететін заманауи веб қосымша енгізілді. Сонымен қатар, құжаттарды жедел талдау және тәуекелдерді анықтау үшін жасанды интеллект технологиялары сынақтан өткізілуде. Осының барлығы қазақстандықтардың банктердің тұрақтылығына және өз қаражатының сақталуына сенімді болу үшін жасалып жатыр.